Сәлем достар, бүгін сіздермен мерекелік дастарханға арналған осындай хрустящий хворстың рецептісін ұсынатын боламын. Жасалуы өте оңай. Ендеше видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіз. Ыдысымызға 4 жұмыртқа, жұмыртқаның 2 сары уызы, қант, тұз салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Енді жұмыртқалы массамызға алдын ала електен өткізілген ұнды салып, қатты қамыр илейтін боламыз. Қамырыңыз неғұрлым қатты болса, хворсыңыз соғұрлым әдемі болып шығатын болады. Формасы бірдей, жаюға да өте ыңғайлы және жайған кезде ұнды өзіне көп тартпайтын болады. Егер ұнды көп тартатын қамыр болса, майыңызда өте ұндар көбейіп, хворсыңыз қарайып кететін болады. Сондықтан қамырды барынша қатты илеуге тырысыңыз. Қамырыңыздың басы біріккеннен кейін ыдысыңыздан алып, дастарханға осылай видеода көрсетілгендей етіп, алақанның күшін түсіре отыра илесеңіз, қамырыңыз өте жақсы болып иленеді. Осылай иленіп болған қамырды бірден 2 бөлікке бөліп, жаюға ыңғайлы болатындай етіп бөліп, салафанға салып, демалдыруға жарты сағат көлемінде қойып қоятын боламыз. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Менде қамыр 40 минут демалды. Енді бір зуала керек қамырымды алып, екіншісін целлофанда жауып қоятын боламын. Демалған қамыр осылай ұстап көргенде саусақтың ізі қалып, әдемі жұмсақ болып тұрады. Енді осыған ұнды барынша себеміз бастапқы кезде. Одан кейін қамыр үлкен болып жайылғаннан кейін бір-біріне жабыспайтын болады. Сол кезде ұн себуді тоқтатып, жақсылап жұқартып жаятын боламыз. Мінекей, толықтай жайылған қамырым осындай жұп-жұқа бір келкі болып жайылды. Қолмен көтерген кезде дастарханның суреті көрініп тұратындай болу керек. Енді табамызға майды құйып, қыздыратын боламыз. Майымыз қызғанша осы жайған қамырымызды жолақтарға бір келкі етіп кесіп шығатын боламыз. Ұзындығы 20 см көлемде және ені 3-4 см етіп, бір келкі әдемі етіп кесіп алатын боламыз. Енді осы кесілген қамырды ағаш таяқшаға, мендегі таяқша сушидің таяқшасы, соған осылай орап алатын боламыз, видеода көрсетілгендей етіп. Ұн сеппей қойыңыздар, себебі қатты қамыр болғандықтан бұл жабыспайды. Майды бір қыздырып алғаннан кейін астын орташа отқа қойып, жаңағы ағаш таяқшамызға оралған қамырымызды үздіксіз араластыра отыра видеода көрсетілгендей етіп қуырамыз. Астыңғы бөлігі піскеннен кейін бірден аударып аламыз. Бұл жұқа қамыр болғандықтан тез күйіп кетеді, сондықтан жылдамырақ қуырған жақсы. Мінекей, хворстарым осылайша бір келкі әдемі болып пісіп шықты. Тағы да бір жақыннан видеосын анықтап түсіріп көрсетіп жіберейін. Осылай ағаш таяқшаны үздіксіз қозғаумен пісіру керек, себебі ортасының бәріне май кіріп, жақсы пісетін болады. Осылайша хворстарымның бәрін әдемі етіп қуырып алдым. Мен қонақ күтетін болғандықтан көп мөлшерде пісірдім. Егер сіз өзіңіздің үйіңізге болса, осы рецепттің жартысымен пісірсеңіз де болады. Хворстар өте керемет болып шықты, қытырлап, дәмі де өте керемет. Сізге де жасап көруге кеңес беремін. Егер сіз тәттіні жақсы көретін болсаңыз, осылай қантты ұнтақпен әсемдеп шықсаңыз болады. Достар, видеоны соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Сіздермен болған Ұлданай. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.